Сәлеметсіздер ме тыңдармандар? Бүгін мен сіздерге қызықты бір оқиға жайлы айтып берейін. Балжан мен Серік қарапайым ауыл тұрғындары. Екеуінің де жоғарғы білімдері жоқ. Ешбір мекемеде жұмыс істемейді. Есігінің алдындағы шағын жерде егіншілікпен айналысып, сонымен күн көреді. Бір сауын сиыры бар. Ел қатары етпен емес, сол сиырдың айран сүтімен әйтеуір бір тамақ жасап, асқазандарын алдап күн кешіп келеді. Тұңғышы Ерғанаттың болғанына екеуі де қуанады. Әкесінің қамқоршысы, өзге балалар секілді ойын қуып, көше кезіп кетпейді. Күнмен жарса оянып, бақшаға кіріп, шөбін шауып, егінінің бәріне өз қарайды. Кішкентай Сабина аздап еркелеу. Әке-шешесіне өте көп талап қояды. Маған ананы алып бер, мынаны алып бер, мұны жегім келмейді, ананы жегім келеді, деген секілді өмірі ештеңеге көңілі толмайды. Анасын әбден мезі еткені еткен. Бар тірлікті Ерғанат істеп жүрген соң, үнемі ұлына көңіл бөліп, қызын бір шетке ысырып қоя береді. Балжан негізінде ісі өнбейтін мылжыңдау әйел. Тынбай еңбектеніп келе жатқандықтан ба, шаршау, қимыл қозғалысы баяу, асықпайтын жанның бірі. Өзгелер секілді егістікке кісі жалдап, ақысын төлеп жатқан жоқ. Бар түскен табыстың өздеріне қалса да, ақшасының берекесі жоқ. Келген табыстың қайда кетіп жатқанын есептейтін жанның өзі жоқ. Сараңдығы соншама, қызының ойнайтын бір ғана қуыршағы бар. Сабинаның бар жұбанышы, алданышы сол қуыршақ. Есік алдында таңнан қара кешке дейін жалғыз өзі сол қуыршағын ермек етеді. Мұңдасы, сырласы сол қуыршақ. Ол қуыршақта жоқшылықты білгендей, оңайшылыққа бұзыла қоймайды. Бұл қуыршақтың Сабина үшін орны бөлек. Кейде ашуланып, біреуге өкпелесе, қуыршағын ұрсып, лақтырып жібереді. Талай рет лақтырса да, байғұс қуыршақ бүлінген емес. Әдеттегідей, ашуланып қуыршағын сыртқа лақтырып, қарны ашып үйге кірді. Түскі астың уақыты асса да анасы әлі тамақ дайындай қоймапты. Тоңазытқышты ашып, жүрек жалғар бірдеңе іздей бастады. Бір күн бұрынғы өзінің сүйіп жейтін асы мантыны көріп, анасына жылтып беруді өтінді. Бұл тамақты олар тек мереке күні, немесе туылған күндері ғана жейтін. Бір күн бұрынғы Ерғанаттың туылған күні болып, соған пісірген болатын. Қызым, ол тамақ ашып қалған, жеуге болмайды. Бар тағы, біраз ойнай тұр. Қарным қатты ашып тұр. Өтінем, маған беріңізші. Қызым, болмайды деймін. Бар кәне ойна. Ашуыма тиме. Сабина көзіне жас толып, қуыршағымен ойнау үшін сыртқа шықты. Өзінің лақтырып кеткен сүйікті қуыршағы есік алдында байлау тұрған иті шайнап жыртып тастапты. Қуыршағын көтеріп, анасына жүгіріп жылап келді. Анашым, ана ит менің қуыршағымды тістеп жыртып тастапты. Қараңызшы мынаған. Өтініш, оны тігіп жөндеп беріңізші. Қызым, ары кетші, басымды қатырмай. Оны тігіп отыратын уақытым жоқ. Анашым, мен енді немен ойнаймын? Онда жаңасын сатып алып беріңіз. Ақшам болса алып берер едім. Онсыз да ішерге асымызды әрең тауып жүрген жоқпыз ба? Бар кет әрі, миымды ашытпай. Анашым, өтінем, қуыршағымды жөндеп беріңізші. Өтінемін. Сен қыз осы, неге сөз ұқпайсың? Кетші, кет деген соң. Онда мантыны жылтып беріңіз. Қарным ашты. Ол манты ашып қалған. Итке береміз. Қазір тамақ піседі. Оған дейін ойнай тұр. Сабина қуыршағын тістеп тастаған итіне өштесіп одан кек алып, итін өлтірмек болды. Әкесінің бұрынғы құтырған итін қалай өлтіргені есіне түсті. Әкесі құтырған итке нанның арасына шиша бөтелкені майдалап салып берген болатын. Сол бір көрініс есіне түсіп, шиша бөтелкені майдалап, тоңазытқышта тұрған мантылердің арасына салып қойды. Үйдің ішінде дауыстап анасы: Сабина, қызым, бар, ағаң мен әкеңді түскі асқа шақырып кел, деп айқайлады. Сабина жүгіріп барып, әкесі мен ағасын түскі асқа шақырып келді. Әке шешесі, ағасы үйде тамақтанып отыр. Ол далада сыртта анасының әлгі мантылерді итке бергенін күтіп отыр.
Анасы шақырса да үйге кірмеді. Анасы ұзақ уақыт шықпаған соң үйге кірген қыз байғұстың үстел үстінде тұрған мантыны көріп жүрегі тоқтап қала жаздады. Ағасы асыға бұрқалақтап аузына тығып жатыр. Әкесі енді ғана үстелге жайғасқан секілді бисмиллясын айтып қолын тамаққа соза бергенде Сабина айғайлап жіберді. Жоқ, жемеңіз. Анашым, ол мантының ашып кеткені қайда? Оны неге ағам мен әкем жеп отыр? Итке беремін дегеніңіз кәне? Қызым, соған бола сонша айғайлап не көрінді? Сен кішкентай қызсың. Тамақты аз жесең де болады. Ал әкең мен ағаң таңнан кешке дейін жұмыс істеп жүр. Қарындары ашып қалады. Кел, мен саған сүттен сүйікті ботқаңды дайындап қойдым. Әке, аға, жоқ, жемеңіздер. Сабина жүгіріп барып тарелкадағы мантылерді жерге аударып тастады. Балжанның қатты ашуланып қызының құйрығынан шапалақпен салып жіберді. Ақмақ қыз, тамақты неге төктің? Үндемеген сайын басыма шықтың ғой. Анашым, ағама қараңызшы. Балжан жалт бұрыла қарап еді, аузынан қан сорғалап жатқан ұлын көріп абдырап қалды. Сабина бұрынғысынан да қатты шошып кетті. Балжан мен Серік не болғанын түсіне алар емес. Балжан қызыны жұлқалап қояр емес. Сен қыз не істедің? Ол тамақтың ішінде не бар, айт. Жаныңның барында. Анашым, мен айт деймін саған. Қызымен дауласып тұрған Ерғанат есінен танып құлады. Серік жедел жәрдем шақырып қойған болатын. Көп ұзамай жедел жәрдем бригадасы келіп ауруханаға алып кетті. Балжан ашуға бой алдырып, өз әрекетін бақылай алмайтындай күйде болатын. Ашу үстінде кішкентай қызды есік алдындағы қоймаға қамап кетті. Шұғыл түрде Ерғанаттың бірнеше ішкі құрылысына ота жасалды. Ұлын уайымдаған ата-ана қыздарын мүлдем ұмытты. Түні бойы ауруханада болып, таңға жақын үйге келген соң ғана Сабина есіне түсіп, Балжан жүгіре қоймаға барды. Барса, қызы есінен танып жатыр. Қайтадан жедел жәрдем шақырып, қызыны да ауруханаға алып барды. Алла абырой бергенде еш жеріне зақым келмеген. Бірақ та қатты шошынып қалғаны көрініп тұр. Әбден есеңкіреп қалған анасы құшағына қысып жылап жіберді. Қызым, не болды саған? Неге жылап тұрсың? Кешірші мені. Кешіре аласың ба? Неге бұлай істедің? Ол тамаққа шиша қосып нең бар еді? Олай істеуге не себеп болды? Неге үндемейсің? Қаншама сұрақ қойса да бір жауап жоқ. Тек қана үнсіздік. Кіп-кішкентай қызының көздеріне жас тоқтар емес. Үнсіз ғана ішінен тынып жылап отыр. Денсаулығында ешбір кінәрат болмаған соң үйлеріне оралды. Үйіне жеткен бойда есік алдында жыртылып жатқан жалғыз қуыршағын қолына алып, жұлқылап, одан әрі жыртып, бұзып тастауға тырысты. Шамасы жетпеген соң аяғымен езгілеп, әбден тепкілей берді. Балжан мен Серік қыздарын әрең сабырға шақырып тынышталдырды. Қызым-ау, ол қуыршақ саған не істеді? Ол сенің сүйікті қуыршағың емес пе? Оны неге соншама тепкіледің? Оның не жазығы бар? Тағы да сол үнсіздік. Үйдің ішінен ауладан бірдеңе іздеп Сабина ары-бері жүгіріп жүр. Оның ағасын іздеп жүргені Серік пен Балжан бірден түсіне қоймады. Қызым, не іздеп жүрсің? Неге жүгіре бересің? Бірдеңе десеңші. Неге сөйлемейсің? Тағы да сол. Ешбір жауап жоқ. Шыдамы таусылған ата-ана қыздарын құшақтап жүзіне тік қарап еді, оның еріндері қимылдағанмен ешбір дыбыс шықпай тұрғанын түсінді. Жоқ, бұлай болу мүмкін емес. Менің қызыма ештеме болған жоқ. Сен қатынға дауа жоқ. Қызды неге қамап кеттің? Ал, не болды ал? Қорққаннан мұқау болып қалды. Осы ма қалағаның? Иә, Сабина қатты қорққаннан тілін жұтып қойды. Мұқау болып қалды. Ал Ерғанат болса мүгедек арбасына байланып қалды. Отбасының шырқы бұзылды. Серік жалғыз өзі тыным таппай әйтеуір күн көріске жеткіліктей ақша тауып келеді. Қызының не үшін мұндай әрекетке барғанын түсінген ана жүрегі қос перзентіне қарап тілім-тілім болып сыздап ауырады. Бірақ өткенді кері қайтара алмайды. Бұл жағдайға кім кінәлі? Қызының көзінше итке шиша сынықтарын нанға қосып беріп,
итін азаптап өлтірген әкесі кінәлі ме? Қызына көңіл бөлмеген, қуыршағын тігіп беруге жарамаған, ұлы мен қызын бөліп жарып бар тәттіні ұлының аузына тыққан анасы кінәлі ме? Қуыршағын тістеп жыртқаны үшін итке кек сақтап, оны өлтірмек болған кішкентай қыз кінәлі ме? Кейде қу тірліктің артынан қуып баланың қалауын орындамай, оларға уақыт таппай жататынымыз рас. Міне көрдіңіз бе, кішкентай өтіріктің соңы қандай қайғыға душар етті. Егерде анасы сол кезде қуыршағын тігіп жөндеп бергенде байғұс қыз итке өштесіп қалмас па еді? Сұрақ көп, бірақ жауабын тапқан мен енді ештеңе өзгертуі мүмкін емес. Достар, осы оқиғадан сабақ алып, балаларымызға көңіл бөліп жүрейік. Өмір өзен атты арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Келесі жолыққанша Аллаға аманат болыңыз.